Жер бетіндегі құрлықтың 6-дан 1 бөлігін иемденіп, Шығыс Еуропа, солтүстік пен Орта Азия жерін жайлаған алып кеңестер одағы жер шарындағы тұңғыш жалпы халықтық социалистік мемлекет. Ұлтаралық ынтымақ пен бірліктен тұратын бұл социалистік мемлекетте барша ұлт пен ұлыстардың ұлттық болмысы сақталған. Барлық ұлттар тең құқықты, тең дәрежелі. Кеңестік социалистік республикалар одағы жайлы жер жүзі 70 жылға жуық уақыт тек осындай ақпараттарға ие болды. Кенет бір 1986 жылғы Алматыдағы желтоқсан көтерілісі қазақтың ұлттық санасы дүр сілкініп, ұлт азаттыққа ұмтылған. Кеңестер одағы құрамындағы барлық республикалардың ұлттық тәуелсіздікке ұмтылу рухын оятқан. Әлемдегі ең алып империяның бірі КСРО-ның жер жүзінен жойылуына зор себепкер болған республикалық, одақтық, әлемдік деңгейде 3 аса ірі маңызға ие көтеріліс. Ал бұл ұлы көтерілістің түп төркіні сонау әрде баба тарихымыздың еншісінде жатыр. Яғни қазақ жастарының желтоқсан көтерілісі отаршылдық пен мәңгүрттік саясатына қарсы қазақ халқының әбден шегіне жеткен ашу ызасының бұрқ етіп жарылған сәт еді. Бұл сонау 18-ші ғасырдан, 19-ші ғасырдан атақты Сырым Датұлы бастаған, Исатай Тайманұлы бастаған. Кейін оны Жанқожа Нұрмағамбетов, Кенесары Қасымұлы, Бекболат Әшекеев, Амангелді Иманов жалғастырған ұлттық теңдік үшін азаттық күрестің табиғи жалғасы бар. Желтоқсан көтерілісін Қазақстан көтерілісі деп айтады. Ол дұрыс емес. Желтоқсан көтерілісі бүкіл түркі әлемінің көтерілісі. Және Кеңес одағындағы басқа республикалардағы көтерілістерге көшбасшы болған көтеріліс. Желтоқсан сонысымен құнды. Қазақ даласының Ресей империясына отар болуы тарихи детерминизм. Яғни болмаса қоймайтын жағдай еді. Ресей өзінің алдына 3 халықты жер бетінен сыпыруды, жоқ етуді алдына мақсат етіп қойды. Олар бірінші ноғайлардан бастады. Ноғай хандығы деген болған, Мәскеуден салық алып отырған. Содан қалған құтқаны қазір 90 мың ноғай бар. Бәрі де шоқынып кеткен, орыстанып кеткен, бірен-саран болмаса өздерінің тарихын мүлде кеткен. Енді екінші объектіде тұрған Қырым татарлары болды. Оның тұрған жері стратегически өте мықты, ең көркем жер. Қырым татар өлкесі үлкен хандық. Бұларды 2 миллион, орыстар 4 миллион 16 ғасырда. Қазір орыстар 150-ге тартып отыр. Ал бір кездегі 2 миллион Қырым татарларынан қазір 6 миллионға жетпей қалды. Одан кейінгі 3-ші халық, ең ауыр халық, және Ресей үшін қауіпті, ең пайдалы халық бұл қазақ болатын. Сондықтан бұлар қазақты нысанаға алды. Ресей Қазақстанды отарлағанда қандай мақсаттарды көздеді? Біз осыған сәл көңіл аударайық. Ең бірінші мақсаты әрине Қазақстанның табиғи ресурстарын, жер байлығын игеру. Патша үкіметі де, кеңес үкіметі осы нәрсені көздеді. Бұл бір. Екіншіден, патшалық Ресей үшін қазақ жері орталық Азияға ену тереңдеп бойлап ену үшін қажет дәліз болды.
жалпы шығысқа, Индияға, Қытайға шығу үшін де аса маңызды көпір міндетін атқарды. Бірақ бұл бізді қазақ жерін Ресейде, Қытайда жаулап ала алмады. Неге? Ол кезде олардың қолында үлкен қару болмады, қазіргідей. Атты әскері болмады, жаяу әскері ұзаққа бара алмады. Сондықтан екеуінде сілекей ағып, қалай аламыз деп бұны отырды. Олар білді, бізді өзінің күшімен ала алмайтын. Сол себептен бұлар үлкен бір айла тапты. Ол айла жабайыларды жабайының қолымен қыру. Қалай қырғызамыз бұларды? Екі қалты таңдады бұлар. Бір ол кезде жоңғар мемлекет өте күшейіп тұрды. Қытайдың өзін қусырып, содан салық алып тұрдылар. Ал мына жағында қазақтар кең даланы жайлап жатты. Ең үлкен халық, ең бай халықтардың бірі болды. Осы екеуін соғыстыру керек болды бұларға. Сонан Қытайдың дипломатиясы мен орыстың дипломатиясы бір байламға келді. Бүкіл қару жарақты, зеңбіректі, соғыс өнерінің бәрін қалмақтарға үйретті. Себебі бірінші рет жер бетінен қазақтарды сыпыру, жою керек деген олар ойлады. Сонымен әбден қалмақтар даяр болған кезде 1723 жылы 100 мың армия, яғни әскер қалмақтар зеңбірекпен қаруланған шетінен бізді қырып салды. Осы соғыста қазақтың 2-ден 3-і кетті. Енді қазақ жер бетінен жойылатындай жағдайға келді. Сондықтан я өлу керек, я қалу керек деп бәрі ұрандасып, 300-дің баласы бас қосып, бас қолбасшы Әбілқайыр қанды қойып тұрып, айқасқа түсті. Қазақ пен жоңғар арасындағы 2 ғасырлық қанқұйлы соғыс жоңғар хандығының жер бетінен жойылуымен тәмамдалды да, қазақ хандығы әбден қансырап, титықтады. Оның бұл ахуалын жақсы білетін шығыста Қытай, оңтүстікте Бұхар, Хиуа, Қоқан, батыста Еділ қалмақтары мен Ресей империясы тұрды. Осындай алмағайып кезеңде кіші жүз ханы Әбілқайыр Ресей патшалығының қол астына қарау жөнінде ант қабылдады. Қазақ жерін Ресей империясы құрамына қосып алу процесі батыс арқылы жүрді. Жайық бойында Атырау, Орынбор, Орал сияқты бекіністер өмірге келді. Кейіннен бұл әрекет мынау солтүстіктегі Горькая линия деген бар. Ащы белдеу соған ұласты. Сол арқылы ертістің бойына жетті. Солтүстікте Петропавл қаласы, одан төмен Павлодар, одан төмен Семей, содан кейін Өскемен бекіністер өмірге келді. Кейін оңтүстік шығыс арқылы Семейден Аягөз, Талдықорған, Алматы, Меркі, Әулиеата, Шымкент, Түркістан. Міне осы белбеуге ұласты. Басқаша айтқанда, Ресей империясы Қазақстанды 18-19 ғасырдың ортасы, 60 жылдардың ортасына шейін түгел өзінің әскери бекіністері арқылы қоршап болды. Қазақтың ең шұрайлы жерлерінде 100-ден астам жаңа елді мекен пайда болды. Оларға жаппай патшаның әскери бөлімшелері қоныстанып, барлығы да жергілікті халықтан жиналған алым салықтармен күнелтті. Ол аздай, патша әскерлері қазақ халқын түрлі сылтаулармен тонап, жазалап отыратынды шығарды. Ал енді осы саясатты жүргізе отырып, Ресей мыңдаған, миллиондаған өзінің тұрғындарын қазақ жеріне қоныстандырды әкеліп. Ондағы мақсат мыңдаған, миллиондаған орыс шаруаларын көшіріп әкеліп, қазақ жерінде басымдылыққа, сан жағынан басымдылыққа ие болу болады. Мынау ұлттық санасымен тұрған халықты ұстап тұру өте қиын. Сол себептен бұларды ұлттық санасын, отанына деген махаббатын түгелдей жаншып тастамасақ, бұл тулаған. Мына Ресейдің ұстаған саясаты осылай болды. Ресей империясы 19 ғасырдың басында қазақ елінің ежелден қалыптасқан басқару жүйесі хандық жүйені жойып,
қазақ халқын бас иесіз, орталық биліксіз қалдырды. Бұл өте қауіпті нәрсе болады. Бұл қазақ халқын жетекшіл халыққа айналдыру. Айдауға көнетін, жетекке көнетін халыққа айналдыру әрекеті болады. Өйткені өз мемлекеттілігі жоқ халық, өзін өзі басқару аппараты, басқару тетіктері жоқ халық айласыдан сондай жағдайға ұшырайды. Қазақ жерінде ресейлік басқару жүйесі орнағанда ол таза отарлаушы мазмұн сипат алды. Мәселен, облыстарды губернаторлар басқарды, уездерді уез бастығы басқарды. Ал ең төменгі буын болыстар болды. Билік жүйесінде қазақтарға тиген, бірақ ең төменгі буын болыс басқару қанатта қалды. Болыстной правитель дейді. Ал сол болыстық басқару үшін болыстық жағы қызметке қазақтар ылғи талас жүргізіп отырды. Мәселен, бір болыстықта 11-12 ауыл болса, 11-12 ауыл айталық бір 2-3 рудан тұрды. Сол болыстық басқарушының қызметінде талас осы 2-3 рудың арасында жүрді. А соның нәтижесінде қазақтардың арасында руаралық тартыс кеңейе қалды. Дертке айналды руаралық тартыс. Қазақтар өз жеріне өз иелік құқынан айырылды. Жаңағы 1891 жылғы заң қазақтарды осында өзінің табиғи құқынан айырды. Міне соның нәтижесінде 1917 жылға шейін қазақтар мынау суға жақын орналасқан, өзен суға жақын орналасқан Құнарлы деген 45 миллион десятина жерінен айырылды. Қазақтың ауыл, елді мекендері орысша аталатын болды. Кыргызсай Подгорная, Нарынкол Охотничье, Сарысаз Иваново, Алматы қаласы Верный, айналасындағы елді мекендер Александрово, Николаевск атауларына ауысты. Ең мықты генерал Куропаткин деп болған, Николайдың ең жақын досы. Соны 16 жыл Ташкентке жіберген. Соның күнделігі бар. Сол күнделігінде жазады. 40 жыл болды дейді. Орыстың саяси элитасы, ел билеушілері қазақтар туралы бір байламға келді. Бұларды тез арада орыстандырып шоқындыру керек. Көнбесе жер бетіне сыпыру керек. Бұл ашық қойылды болмасын. Осының барлығы Ресей империясының қазақтарды мәңгүрттендіру саясатының амалдары болатын. Мәңгүрттік деген не? Мәңгүрт сөзін әлемдік әдебиет айналымына қосқан Шыңғыс Айтматов. Ресей ғылым академиясының лингвистік зерттеу институты шығарған орыс тілінің үлкен түсіндірме сөздік атты кітабында мәңгүрт сөзінің мағынасы өткенін ұмытып, өз ұлттық салт сана, әдет ғұрпынан бас тартқан ұлттық түп тамыр, рухани негіз бен құндылықтардан айырылған адам. Ал мәңгүрттік тарихтан, ата тектен адасу, рухани құндылықтардан айырылу деп көрсетілген. Жаугершілікте қолға түсіп құлға айналған тұтқын күндердің күнінде өздеріне қарсы шауып, немесе еліне қашып, тым құрыса ауыл аймақтың қызғырқынына қырындап жүруі мүмкін. Сондықтан қалмақтар оны мәңгүрттендіріп тастауды көздеген. Ол үшін тұтқынның алдымен шашын тақырлап алып, жас сойылған түйенің мойнағын, не сиырдың терісін басына қаптайды. Мұны шіре деп атаған. Оған қайыстан тіліп бау өткізіп, самайдан тартып байлайды да, аяқ қолын матап, шыжыған ыстық күннің астына тастайды. Жас тері кепкен сайын жиырылып, бас сүйекті сындырардай бүре түсіп, адамды жан төзгісіз азапқа салады. Өскен шаш кептелген теріні тесе алмай, кері қайырылып, құйқаны ине сұққандай бұрғылап, бүкіл жүйке сезімін өлтіреді. Яғни,
есте сақтау қабілетін мүлде жойып жібереді. Бұл азаптардан тұтқын бір жұма 10 күннен соң өледі. Егер тірі қалса, аты жөнінен бастап бүкіл өткен ғұмырын түгел ұмытқан. Бұдан бұлай, тек өз қожайынның айтқанынан шықпайтын, өздігінен түк ақылға баспайтын, ойсыз, санасыз, қара күш иесі мәңгүртке айналады. Ата-бабамыз заманындағы мәңгүрттік жекеленген адамдардың ғана тағдырында жолыққан қасірет еді. Ал бүгінгі таңда бұрынғы кеңестер одағының құрамынан тараған ұлттық республикаларды жаңа сипаттағы мәңгүрттер жайлады. Қырғыздың атақты ақыны Сүйінбай Ералиевтің сөзімен айтар болсақ, ақыл естен жұрдай бұрынғы мәңгүрттерге керісінше білімнің, ғылым мен техниканың сан саласын жетік меңгерген, бірақ табиғат заңдылығына кері қарсы шығып, өз ұлтының тілін, дінін, салт дәстүрін, тарихын саналы, ашық түрде менсінбеуге көшкен генеалогиялық, рухани физиологиялық, қоғами философиялық өзгеріске ұшыраған бұл жаңа мәңгүрттер қоғам үшін анау көне мәңгүрттерден аса қатерлі. Себебі түпкі болмысынан баз кешкен ұрпақтың өз ұлтының тамырына балта шабатын ең қауіпті жауға айналатыны айдан анық. Ал бұл жаңа мәңгүрттер қалай пайда болды? Мұхтар Шахановпен бірлесіп жазған Қозбасындағы аңшының зары атты кітапта Шыңғыс Айтматов іні досы Шахановқа тоталитарлы жүйе тұсында тұтас қоғамға, соның ішінде саған да, маған да, бәріміздің ақыл ойымызға, түсінігімізге идеологиялық шіре салды. Мұның өзі бір жүйеге бағындырып, бұғаулап ұстау мақсатында жүзеге асып жатты деп, ұлттардың тұтас мәңгүрттендірілуі жөнінде нақты пікірін айтады. Кезіндегі патшалы Ресейдің алдына қойған мақсаттарын көбісін кеңестік жүйе 70 жылды орындап кетті. Ол не мәселе? Ол қазақтарды ұлтсыздандыру. Жалпы бұл мемлекеттің идеясында ұлт мәселесі жоқты. Тек қана ұлт бар, ол да совет ұлты. Көрдіңіз бе қалай? Халық бар, ол да пролетариат диктатурасына бағынған. Демек, бұл жерде жаңағы тарихи танымның екінші сатысы келе жатыр. Материалистік диалектикалық тұрғыдан қарайды. Көрдіңіз бе? Ол не деген сөз? Ол бүкіл халықтың, орыс халқынан басқа халықтардың барлығының тарихының өткенін өшіріп тастау керек. Өткеннің үш жағының. Өткенін өшіріп тастасаң, бүгінгі күн жалаңаш қалады. Содан бастап қазақтың көзі орыстың мәдениеті арқылы ашылды. Орыстың мәдениеті арқылы Европамен теге тіресті деген сияқты мәселенің бәрін санамызға сіңіре бастады. Себебі кеңестік жүйенің билеушісі болған Ресей мемлекеті одақ қарамағындағы барлық ұлттарды өзіне тәуелді етуді көздеді. Сондықтан оларды тілінен, дінінен, өткен тарихы, бар ұлттық болмысынан айыру процесі, яғни жалпылама мәңгүрттендіру саясатын жүргізді. Тіл негізгі ұлттық құндылық. Тілі азған ұлттың өзі де міндетті түрде азуға бет алады. Осыны жақсы білген Ресей мемлекеті кеңестік билік тұсында өзге ұлттарды мәңгүрттендіру процесін орыс тілдендіру, орыстандыру саясаты бойынша жүргізді. Мәселен, кеңестік билік тұсында орыс тілін жетік меңгермеген адам қызметте өспеді, кез келген жетекші басшылық қызметке алынбады, қоғамның жоғарғы санатты азаматы саналмады. Сондықтан ұлттық республикалардағы халықтар көзсіз орыстану жарысына түсті. Келе-келе олардың белгілі пайызының орыс тілін жетік меңгергені сонша өз ана тілін ұмыта бастады. Ана тілін ұмытқан соң ұлттық болмысынан да ажырай бастады. Орыстан баса келешегі бұлғыр болатынын ұққан өзге ұлттар өз ұрпағын орыс мектептеріне беруге құлшынды. Нәтижеде кеңестік жүйе өз қарамағындағы ұлттарды сол ұлттың ішінен шыққан
басынан бағайшағына дейін орыстанған, туған ана тілінде сөйлеуге намыстанатын, өз ұлттық болмысын менсінбейтін, дінін мойындамайтын, туған ұлтына жүрегі дір етпей таслақтыруға әрдайым әзір тұратын, өз мәңгүрттері арқылы орыстандыруды, яғни қазақты қазақ, өзбекті өзбек, тәжікті тәжік, бурятты бурят арқылы ассимиляциялауды жолға қойды. Бұл саясат егеу құйрықтар арқылы жою тәсілін қайталайды. Мысалы, 10 шақты егеу құйрықты бір темір бөшкеге қамайды да, апталап тамақ бермейді. Ашыққан егеу құйрықтар бір-бірін жей бастап, ақыр соңында жалғыз ғана жеңімпаз қалады. Енді сол жеңімпазды бостандыққа қоя бергенде, тірі қалу қамы үшін талай күн бойы өз қандастарымен аяусыз шайқасып, жүйкесіне өзгерістенген әлгі жыртқыш басқа тағамдардың бетіне қарамай, тек егеу құйрықтарды ғана қырумен айналысатын қаныпезерге айналып, жалғыз өзі ондаған, жүздеген қандастарының көзін жойып жүреді. Мұны егеу құйрықтар арқылы жою тәсілі деп атайды. Кеңестік биліктің жалпылама мәңгүрттендіру саясаты бойынша жүргізген ұшқыр да терең идеологиясының нәтижесінде одақтас ұлт республикаларындағы халықтар тілі мен діні, ұлттық болмысынан жаңылып, тек компартияны ғана танитын. Партия не айтса соны орындап, көзсіз бағынғаннан, бар бұйрығын сөзсіз мақұлдап, ес-түссіз қолпаштаудан басқан ойламайтын мәңгүрттер қауымына айналды. Кеңестер одағы орнаған соң Ресей мемлекеті қазақ даласын отарлау мен мәңгүрттендіру саясатын қазақтың ірі мен орта байларын жаппай тәркілеп, жер аударып, елді тексіздендіру саясатымен бастады. Онан соң көшпелі қазақты аз мерзім ішінде отырықшыландырып, салдарынан қазақ даласын есепсіз мал мен адам шығынына ұшыратты. Күштеп ұжымдастыру науқанын жүргізу арқылы қазақ халқын шұрайлы мекені, мал мүлкі, дағдылы тыныс тіршілігінен айырды. Сөйтіп, қазақтың қалған байлары мен ұлтшылдарын көрші елдерге үдере көшіп, бас сауғалауға мәжбүр етті. Солайша, 1930-1931 жылдары қазақ халқының санын 1.950.000-ға тағы кемітті. Осы кезеңде кеңес үкіметі қазақ әліпбиін арабшадан латыншаға ауыстырды. 1931-1932 жылдары партияның қолдан ұйымдастырған ашаршылығынан 3 миллионға жуық қазақ қынадай қырылды. Қаптаған көмусіз мәйіттерден қазақ даласын оба жайлады. Аштық пен обадан амандары көрші елдер асып, тым-тырақай босып жосты. Осындай адам айтқысыз ашаршылыққа қарамай, Сталин Қазақстандағы бар астықты Еуропа елдеріне күштеп сатқызып отырды. 30-шы жылдар аяғында қазақтың бар зиялы қауымы, яғни халықтың тілі, көзі, құлағы жаппай қуғын сүргінге ұшырап, қазақ даласы саяси бассыздыққа душар болды. Байлығы, жер суы, саяси көсемдерінен айырылған қазақ жерінде кеңестік билікке қарсы шығуға жігері де, қайраты да, сауаты да жетпейтін қойдай жуас халық қалды. Осы кезеңде кеңес үкіметі қазақ әліпбиін латыншадан кириллицаға ауыстырды. Соңғы 10 жылдың ішінде қазақ әліпбиін екі қайтара өзгертудегі мақсат келер ұрпақ ата тарихын түпнұсқалардан оқып білмей, түпкі тамырынан қол үзсін, мәңгүрттенсін деген сұрқия ой еді. Халқын түрлі амалдармен селдіреткен қазақ даласына Ұлы Отан соғысы жылдары өзге ұлттарды жаппай жер аудару, тың игеру сылтауымен түрлі ұлт өкілдерін түрмедегі қылмыскерлермен қоса көзсіз тықпалау 1962 жылдары Қазақстандағы келімсектер санын 3.950.000-ға жеткізді. Саясат қазақ халқының өз жерінде түрлі ұлт өкілдерімен мипалаудай араласып, жұтылып кетуін қамтамасыз ету болды.
Қазақстан Кеңестер Одағы құрамына қараған 70 жылға жуық уақыт ішінде Колбин басшылығына дейін республиканы басқарған 20 адамның 17-сі өзге ұлттан сайланды. Мемлекеттік қауіпсіздік комитетін 2 ғана қазақ басқарды. Қазақстандағы барлық жетекші кадрларды іріктеу мен орналастыру ісі Мәскеудің ғана иелігінде болды. Жергілікті ұлттың тарихы, тілі, діннен мүлдем бейхабар сол республика басшылары кадрлар тобын өзі құралықтастардан ғана жасақтап, барлық салада тек орталықтың саясатын жүргізіп отырды. Іс қағаздарды толығымен орыс тіліне көшіру, барлық білім ошақтарында білім беруді тек орыс тілінде жүргізу, қазақ тіліндегі мектептерді біртіндеп жабу саясаты республикада қазақ тілін қолдану аясын толық шектеуге алып келді. Нәтижеде 80-ші жылдар ортасына дейін Қазақстанда 700-ге жуық ұлттық мектеп жабылып, 1 миллионнан астам халқы бар республика астанасында қазақ тілінде жалғыз ғана мектеп болды. Қазақтар өз жерінде жергілікті ұлт ретінде саналмайтын, қоғамдық орындарда ана тілінде еркін сөйлеуге именетін, өз ұлттық болмысынан жапа шегетін күйге жетті. Қазақтар өз елінде әлеуметтік және экономикалық теңсіздікте өмір сүрді. Мәселен, қазақтар қазақ жеріндегі кез келген ірі және орта қалалардың негізгі тұрғыны бола алған жоқ. 1980-ші жылдары Алматы қаласының негізгі тұрғынының 16% ғана жергілікті ұлт өкілдері еді. Ауылдардан қалаларға білім мен жұмыс іздеп келген қазақ жастары тек жатақханаларда немесе империялық ұлт өкілдерінің пәтерлерінде жалданып күнелтті. 1986 жыл 16 желтоқсанда Мәскеудің тағайындауымен Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің бас хатшылығына осыған дейін қазақ даласына аяқ басып көрмеген Геннадий Колбиннің сайлануы шовинизмнің қазақ халқын кезекті табанға таптау еді. Бірақ қазақ енді шыдамады. Қазақстанның басшылығына бұрын соңды қазақ жеріне аяқ басып көрмеген, жергілікті ұлттың тыныс тіршілігінен мүлдем бейхабар өзге ұлт өкілі сайланғаны қалай? Өз елін басқаруға жергілікті ұлт баласынан бірде-бір адамның лайық табылмағаны ма? Не үшін? Көкейді тілгілеген осы сұрақтармен 1986 жылдың 17 желтоқсанында Алматының бас алаңына қарай ағылған қазақ жастарының ойында үкіметке қарсы көтеріліс жасау атымен болған жоқ. Әр республиканы өз көсемі басқарсын, ешбір ұлтқа артықшылық берілмесін деген ұрандар ғана көтерген олар, қарусыз, қамсыз күйде өктемшіл билікке наразылықтарын бейбіт түрде жария етті. Бірақ менмен билік қол астындағы бұратана ұлттың өзіне қарсы пікір айтып, бас көтере қалғанына жыландай жиырылды. Алматыға республиканың басқа қалаларынан арнайы бөлімдер және Ташкент, Фрунзе, Челябин, Новосібір, Свердловск, Тбилиси, Уфа қалаларынан әскери күштер жеткізілді. Ұлт намысын жоқтап, көкейдегісін билікке ашық айтқан үшін ғана темір таяқтарға жығылып, сапер күректерінен өлімші жараланған, шаштан сүйреліп, іштен тепкіленген, қақаған аязда тастай суық сумен атқыланып, өрт сөндіргіш көліктердің табан жолында тапталған, улы газға тұншықтырылып, итке таланған, аяусыздықпен арыз орланған қазақ қыздары мен намысы қорланған қазақ жігіттері оқиғадан соң жаппай қудалануға түсті. Бүкіл одақтық орталық теледидар 18-19 желтоқсанда қазақ жастарын ұлтшыл, бұзақы, маскүнем, нашақор деп айыптап,
газет басылымдары да осын айтып, өдіре шулап жатты. Желтоқсан қозғалысына орай жалпы 8500-дей адам ұсталып, 99-ы түрлі мерзімге сотталды. 100-деген адам әкімшілік тәртіпте жазаланды. 300-ден аса жас жоғарғы оқу орындарынан, 319 адам жұмыстан, 52 адам партия, 758 адам бүкіл одақтық Ленин комсомолы жастары қатарынан шығарылды. Төлқұжаттарына бүлікші таңбасы басылған олар енді бұлай қара жұмыстан басқаға алынбайтын болып, ата-анасы, туған-туысымен қоса қуғын сүргінге тап болды. Оқиға құрбандары жайлы ақпараттар жым-жылас жойылып, қайрат сынды қайран жас жаланың жолында мерт болды. Шерушілерді кінәлау мен жазалауда белсенділік танытқандар билік тарапынан жасырын марапат алып жатты. Кеңестер үкіметіне қарсы бұрын соңды құлақ естіп көз көрмеген үлкен көлемдегі бұл демократиялық көтерілістің шындығынан, республиканың нағыз саяси ахуалынан жалпақ әлем бейхабар жатты. Елімізде ол оқиға жайлы айтуға, жазуға тыйым салынды. Қазақстандағы сол қаралы 3 күнге тікелей күнәһар билік басындағылар оқиғаға орай тек жалған мағлұматтар берді. Геннадий Васильевич, были ли жертвы? Не было. Кроме того, что опубликовано, никаких жертв не было. Онысы үшін ешкімнен ықпады, ұялмады. 1985 жылы Кеңестер одағы Компартиясы орталық комитетінің бас хатшылығына сайланған Михаил Горбачев Кеңестер одағында ең жоғарғы орган съезд деген реформа қабылдады. Кез келген мәселені талқылауға толық құқысы бар съезд одақ бойынша 1 жылда 2 рет өтетін болып, съездің негізгі жұмыстарымен съезде сайланған жоғарғы кеңес мүшелері айналысатын болды. Съезге халық депутаттарын сайлау ісі 1989 жылдың наурызында өтті. КСРО халық депутаттарының бірінші съезі 1989 жылдың мамыр айында басталып, дүние жүзіне тікелей арнамен тарап жатты. 1988 жыл ақпанда Таулы Қарабаққа таласқан Әзірбайжан мен Армян халқы арасындағы қақтығыс. Осы жылы бұрқ еткен Вильнюс көтерілісі. 1989 жылғы апрельде кеңестік биліктің саясатына наразылығын жасырмаған грузин халқының Тбилиси көтерілісі. Кеңестік билікке атамекенге оралу талабымен бас көтерген Қырым татарларының қозғалысы орын алды. Осы ұлтаралық шиеленістер кезек-кезек талқыға түскен съезден қазақ халқы күн сайын Алматыдағы желтоқсан оқиғасы жайлы ақиқатты күтті. Қазақстан делегациясы. Съезге көп ұлтты республика халқы өзінің ұлт арманын сеніп тапсырған 99 халық депутаты қатысуда. Бірақ Қазақстаннан барған 99 депутаттың ішінде съезд басталғалы 2 қайтара сөзге шыққандары болса да, желтоқсан оқиғасын ауызға алған бірі жоқ. Сірә Қазақстанда желтоқсан қасіреті болмағандай. Бүкіл әлем көз тігіп отырған КСРО халық депутаттарының бірінші съезі мінбесінен Алматыдағы желтоқсан оқиғасына қатысты бар шындықты қалайда жария етпекке бел будым. Алғашқылардың бір болып сөзге жазылдым, бірақ менен апта кейін жазылған қазақстандық депутаттар сөз алып, кейбірі 2 дүркін сөйлеп үлгерді. Маған сөз тимей-ақ қойды.
бірнеше күн бұрын съездер сарайында Геннадий Колбин маған: желтоқсан оқиғасын көтергелі жүргеніңді білемін, бұл райыңнан қайт, кейін бәрін реттейміз деп өтініш жасады. Ол маған сөзі өтеді-ау деген аса беделді тағы 2 адамды жұмсады, бірақ мен илікпедім. В работе түрлі республикалардан 3000-нан аса депутат жиылып, сан қилы мәселелер талқыға түсіп жатқан КСРО халық депутаттарының бірінші съезі сапырлысқан, аласапыран, қым-қуыт кезеңдері. Жан жақтан келген, әрқайсысы өз алдына күрделі қиын мінезді депутаттар арасында біздің елде болып өткен оқиғаға қырын қарайтындар аз емес. Біз қазақстандық 13-14 депутат съезде Мұхтар Шахановқа сөз берілуін сұрап, Лукьяновқа хат жаздық. Ол өте қиын кезеңдер. Шахановтың сөзі қайсы бағытта болатынын шамалаған олар Мұхтарға бірнеше күн бойы сөз бермеді. КСРО жоғарғы кеңесінің төрағасы Горбачевтың атында біз Қазақстаннан сайланған КСРО халық депутаттары ақын Арал мен Балқаш проблемалары жөніндегі Қазақстан экологиясы қоғамдық комитетінің төрағасы КСРО халық депутаты Шахановқа 3-5 минут көлемінде сөз беруіңізді сұраймыз деп хат жазып, оған 19 қазақстандық депутаттың қолын қойдырып алғанмын. Сол күні съездің түскі үзілісінде төңіректе Колбиннің көрінбегенін пайдаланып, қолымдағы хатпен Горбачевқа қарайтаттым. Горбачев КСРО министрлер кеңесінің төрағасы Рыжковпен әңгімелесіп тұр екен. Сәл беріректе Горбачевтың